Сәлем достар. Бүгін сіздермен пияз нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға 400 грамм айранды құйып, жылытып аламыз. Майлылығы маңызды емес. Бір жұмыртқаны жарамыз. 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық дрожжи, 1 ас қасық майонез және жарты шай қасық қантты қосып венчикпен жақсылап араластырамыз. Ал енді електен өткізілген ұнымызды біртіндеп қосып, жұмсақ қып қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын, бетін майлап, целлофановый пакетпен жауып қойдым. Көтерілгеннен кейін 2 рет бастым. Ал енді қамырымыз көтерілгенше пиязымызды ұзыншақтап видеодағыдай турап аламыз. Және де мен жарты бума көк пияз қостым. Дәміне қарай тұз бұрышын қосып, араластырып дайындап қойыңыздар. Ал енді дайын болған қамырымызды бірнеше бөлшекке бөлетін боламыз. Менде 6 бөлік шықты. Қамырымызды видеодағыдай қолмен немесе оқтаумен жайып аламыз. Ал енді дайындап болған салмамызды ортасына салып, видеодағыдай орайсыздар. Ал енді тынып тұрған нанымызды өстіп қолмен кішкене басамыз жұқартып. Қызып тұрған майда орташа отта асықпай 2 жағын қуырып аламыз. Пияз нанымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Ас болсын.